басталады. Онда екі шытырман оқиғалы фотограф серуендеп, әдемі жануардың суретін түсіруге тырысады. Бұл Уилсон мен Карл бір-біріне деген сүйіспеншіліктерін көрсететін достар. Уилсон көш бастап келе жатқанда, Карл өзінің әлеуметтік желілері үшін селфи жасап, адасып қалмас үшін өтіп бара жатқан ағаштарды белгілеп жатыр. Біраз серуендегеннен кейін олар ағаш шатырының астында демалуды тоқтатады. Уилсон бұл жерде тұруға тамаша орын болар еді дейді. Бірақ Карл бұл жақсы болмас еді дейді. Түнде сонда болу адам төзгісіз болар еді. Олар сөйлесіп жатқанда Карл GPS-ті тексеріп жатыр. Ал Уилсон бірдеңені суретке түсіріп жатыр. Кенет оған оқтың дыбысы естілді. Шошып кеткен серігі құрылғыны тастап, жүгіріп, өз өмірін сақтап қалды. Ол келесі құрбан болудан қорқып, орман өсімдіктерін аралап шығады. Қылмыс орнына қайта оралған Уилсон әлі тірі, жауының жақындап келе жатқанын бақылап отыр. Ол кісінің аты Тед. Ол қаруын лақтырып, қысқа дұға оқып, жараланған адамды күнәлары үшін құрбан етеді. Уилсон ауыр жарақат алды. Ол ешқандай реакция жасамайды. Өкінішке орай, белгісіз аңшы оны аяусыз өлтіреді. Содан кейін ол ештеңе болмағандай кетіп қалады. Осы уақытта Карл орманда жүгіре береді. Бірақ кенеттен біреу оны құлатып, содан кейін оны аяқтайды. Бірнеше күннен кейін біз екі ағайынды кездестіреміз. Кейт пен Митчелл. Ол өлімнен аман қалды. Оның бұрынғы қарым-қатынасында қиындықтар мен тәуелділік проблемалары бар. Алайда, әпкесі Митчеллге көмектескісі келіп, оны басқа әйелдермен орманда көңіл көтеру және табиғатпен бұрын соңды болмаған тәжірибе алу үшін оны оңалту орталығына апарды. Әрі қарай біз әйелдерді осы шытырман оқиғаға апаратын және Кодидің көмегімен олар жүретін жолды дайындайтын көшбасшы Ребеккамен танысамыз. Олар терапевттер мен гидтер, олар өз клиенттерін алып, белгілі бір орман алқабына бару туралы өтініштер мен ақы алды. Алдағы экспедиция Ребекка әйелдерге арналған бағдарлама. Бүкіл орман алқабында өтетін экскурсиялар арқылы ол қатысушылардың психикалық, эмоционалдық және физикалық жағдайын жақсартатын бірегей тәжірибелерді ұсынады. Топ табиғатпен, басқа адамдармен және өздерімен байланыс орнатады. Терапевт үшін бұл тәжірибелер оң өзгерістерге әкеледі. Олар сөйлесіп жатқанда орман өрті жаңалықтарда көрсетіледі. Бұл күтпеген оқиға аймақта болып жатса да, Ребекка олар кедергіні айналып өтіп, басқа жолмен гастрольге баратынын айтады және топ ұстанатын соңғы бағытты көрсетеді. Кейт қабылдау бөлмесіне кіріп, кешігіп келгені үшін сөгіс алады. Бірақ қысқаша кешірім сұрайды және жол ақысын төлеп қойған клиент ретінде Ребекка оны қарсы алып, басқа серіктерімен таныстырады. Жас әйелдер, Мэдисон, олардың ішіндегі ең бекершілері. Мұнда Джой да таныстырылды. Ол Джаннидің заттарын қазып алғанын ұнатпайды. Джанни бәрінен де оғаш, ол қалта пышағын алып жүреді және Кейтті ернінде жара болғаны үшін қорлайды. Бірақ ол оның қалай жараланғанын біледі. Эллен мен оның серіктесі Шейла да сонда. Кездесу қысқа болады. Өйткені ұшу уақыты жақындап қалды. Кейт душ қабылдауға барады. Ал жуынатын бөлмеде ол өзінің қайғы қасіреті мен жарақатын есіне алады және бір сәтке ол жасаған сапар жаңа өмірдің жалынын қайта тұтандыратынын түсінеді. Бәрі дайын болған кезде әйелдер орта есеппен бір аптаға созылатын саяхатқа, шексіз орманда серуендеуге шығады. Ол жерге барар алдында әйелдерге аман қалу жөніндегі нұсқаулықты қарап шығу ұсынылды. Өйткені олар болатын жер қауіпті және қолайсыз және қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін. Олардың барлығының ішінде кешігіп келген Кейт нұсқаулықпен танысудың куәсі болған жоқ. Кетер алдында Ребеккаға өрттің салдарынан үлкен айналма жолмен жүруге тура келетіні туралы айтылды. Бірақ басқа амалы жоқ. Және белгіленген межелі жерге жетуді қалайтын бір топ әйел келісіп, көп ұзамай кетіп қалады. Фургонда отырып, топ орманға қарай бет алады. Бұл олардың жеке тұлға ретінде жақсаруына көмектесетін шытырман оқиғаны күтеді. Жолда бірнеше сағат өткізгеннен кейін Коди көлікті тоқтатады. Ұлттық қорықтың кіреберісіне жақын жерде. Тәжірибенің басына бармас бұрын, Ребекка өзінің осындай нәрсеге қатысуға мүмкіндігі болған кездегі өткені туралы әңгімелейді. Және оның бақытына орай, бұл тәжірибе оның жақсаруына көмектесті. Адам, жас әйелдер кеңесті мұқият тыңдайды. Ал Ребекка табиғаттың өз тұрғындарына бейтарап екенін ескертеді. Дегенмен, ең кішкентай абайсыздық сізді құртуы мүмкін. Сондықтан бұл жерге кім кірсе де, ол әрқашан мұқият және дайын болуы керек. Содан кейін Коди штурманды Ребеккаға тапсырады да, олармен қоштасып, оларды орманның арғы жағында күтетінін айтады. Рюкзактарын алып, бір топ әйел орманға кіреді. Ең басында қыздар нысанаға ату үшін пайдаланылған көліктің есігін көреді. Ал Джой патронды қолына алып, калибрді білетінін көрсетеді. Ол әскери қызметте болғандықтан және оққа ұшқандықтан,
ол оқ-дәрілерді анықтай алады. Жалғастырмас бұрын, Кейт Дженнидің таблетканы тыныш жұтып жатқанын байқайды және оны заңсыз нәрсе деп санайды. Бірақ басшыға ештеңе айтпайды. Топ жалғастырады және бір-біріне кішкентай өзендегі тастарды кесіп өтуге көмектеседі. Бұл тәжірибе күшті және күшті байланыстар орнататынын көрсетеді. Бірнеше сағаттан кейін олар демалу және қалпына келтіру үшін тоқтайды. Мэдисонды телефонымен көргенде, Ребекка бұл аймақта ешқандай сигнал жоқ екенін айтады. Сондықтан олар өте сақ болу керек. Өйткені егер олар ауыр жарақат алса және шұғыл көмекке мұқтаж болса, бұл олар үшін өте жаман болады. Кейт демалып жатқанда, ол жаңа етігін 1 минутқа шешіп алды. Өйткені оның аяғында көпіршіктер пайда болды. Екінші жағынан, өзін-өзі анықтауды жақсы білетін Джой Ребеккаға қайда баратынын көрсетеді. Ол біраз уақытты жалғыз өткізуді ұйғарды. Өйткені ол Дженнидің жанында өзін жайлы сезінбеді. Ол оларды 5 шақырым алда кездестіретінін айтады. Бұл көшбасшы үшін жақсы емес, бірақ бұған тосқауыл қоя алмай, өз таңдауын қабылдайды. Үзілістен бірнеше минут өткен соң, қалғандары өз жолдарын жалғастырады. Осы кезде орманның арғы бетіне апаратын жолда Коди жолдың ортасында тұрған көлікке тап болады. Ол қандайда бір мәселе бар жоғын тексеру үшін шығады, бірақ ол ешкімді таппайды. Ол тастап кеткен көліктің артқы бөлігін тексергенде, ішіндегі нәрседен үнсіз қалады. Кенет әлдебір ер адам оны абайсызда ұстап алып, пышақтап тастайды. Оны арқанмен тұншықтырып өлтіреді. Ал қалғандары, соның ішінде аңшы тет қылмысты бақылап отыр. Содан кейін мәйітті фургонның жүксалғышына салып, қылмыскердің жасырынған жеріне апарады. Кейінірек бірінші түнде лагерде бір топ әйел көрінді. Олар өз өмірлері туралы әңгімелейді және әңгіме барысында бір-біріне күлімсірейді. Бұл ерлі зайыптылар Эллен мен Шейланың оқиғасы. Екінші жағынан, Кейт оларды тек біршама алшақ бақылап отырады. Әлі де өзін топтық қарым-қатынастан шығарып, өз өмірімен бөлісуден бас тартады. Уақыт өтіп жатыр және олар байланыс орнатуға тырысуда. Мэдисон Дженнидің татуировкасы ұнағанын және олар қайтып келгенде де солай жасағысы келетінін айтады. Дженни бұл белгі оған қайтыс болған ағасын еске түсіретінін және ол бұл символды әрқашан есте сақтау үшін киетін және бұл оған жауапкершілікті сезінген нәрсені еске түсіретінін айтады. Болды. Бірнеше сағаттан кейін Кейт зорлаушы жігітінің өкінетінін айтқан аудиожазбасын тыңдайды. Ол өз әрекетіне өкінеді, бірақ оған қайта оралуы керек. Өйткені ажырасу оны іштей жеп, одан сайын ашуландырады. Ол теледидарды өшіріп, ұйықтауға уайымдайды. Келесі күні орманның бір жерінде аңшылар жерленген құрбандарының өлімі үшін дұға етеді. Теттен басқа, оның інісі Зеп, Крис, Зеке және олардың аңшы иті сияқты әрекет ететін адам. Бұл топ орманның осы бөлігіне кіргендердің барлығын аулап, өлтіретін қандай да бір қорқынышты культтің бір бөлігі болса керек. Әйелдерге оралсақ, олар өзен жағасындағы кабинаға тап болды. Бірақ бұл жерді және оның тұрғынын тексеру үшін ары қарай жүрмеді. Қыздар тобы бейбіт жолмен тыныш жүріп, соқпақпен жүруді жалғастыруда. Белгілі бір тік учаскеде Ребекка оларға қасындағы сайға абай болу керектігін айтады. Осы кезде Кейт абайсыздық танытып, гафе жасайды. Соның салдарынан ол гидке сүрініп, өкінішке орай сайға құлап кетеді. Бақытымызға орай, Ребекка тек иығынан шығып кетті. Оның серіктері көмекке келеді, ал Кейт қолын орнына қойып үлгереді. Олар әрі қарай не істеу керектігін шешу үшін тоқтайды. Кейт құлаған кезде жарақат алып, әрі қарай жүре алмайтындықтан, немесе заттарды көтере алмайтындықтан, оған демалу керек. Содан кейін топ, демалғаннан кейін, сәл әрі қарай жүріп, саяжайға тап болады. Алайда ол жерде ешкім болмағандықтан, олар сыртта қалады. Кейт Ребекканың қасында отыр, ол әлі де қатты ауырып жатыр. Кейт оған көмектескені үшін алғыс айтады және Кейттің керемет дәрігер болғанын біледі. Достары шатыр тігіп жатқанда, Дженни үйге кіруге тұрарлық па деп ойлайды. Бұл мүлдем орынды емес. Кейт олардың қасына келгенде, Дженнидің олардың арасында жоқ екенін байқайды. Оны іздеп жүріп, ақыры оны үйдің арғы бетінен тауып алады. Оның заңсыз заттары бар екенін есіне алған Кейт оның не екенін анықтайды. Содан кейін ол Ребеккаға беру және оның ауырсынуын жеңуге көмектесу үшін таблетка сұрайды. 1 миллиграмм таблетка алғаннан кейін Кейт Дженнидің тәуелді екенін және қауіпті абстиненция синдромын болдырмау үшін таблетка қажет екенін біледі. Оның көп емес екенін байқаған ол серігінің қауіпсіздігі үшін қорқады. Сапардың ұзақ болатынын біліп, дәрі-дәрмектің жетіспеуі қауіпті болуы мүмкін деп ойлап, ол кенеттен ауырып қалуы мүмкін. Дженни алаңдаушылықты елемейді және Кейтті дөрекілігімен итеріп жібереді. Содан кейін Кейт оның ақыл ойын босаңсыта алатынын біле тұра, таблеткамен не істеу керектігі туралы ойланады. Бұл бұлшықеттер мен қақтығыстарға қатысты. Келесі көріністе біз Джойдың серіктерінен алыстап,
басынан бастап ер адамдарға шабуыл жасалған клирингке жақындап келе жатқанын көреміз. Ол ағашта және жерде бояу іздерін, сондай-ақ қанға боялған GPS құрылғысын көреді. Біраз тәжірибесі бар, ол бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды. Бірдеңе дұрыс емес. Осы кезде бұтақ үзіліп, орман өсімдіктері арқылы бірдеңе келе жатқанын түсінеді. Ол достарына қайтып оралуға тырысып, қатты жүгіреді. Бірақ аңшы адам оның иісін сезгендей, оның артынан қуады. Ақылмен әрекет ете отырып, Джой жол іздеушіні ұстап алып, жауын ағаш кесіндісімен нокаутқа түсіруге тырысады. Дегенмен, адам күштірек және күрес ұзаққа созылмайды. Қасапшы әйелді ауыр жарақаттап, оны жай ғана жануар сияқты өлуге қалдырады. Лагерде Ребекка Мэдисонға GPS навигаторы мен портативті зарядтағышты қарызға берді. Осы тыныштық сәтінде гидтің денесіне оқ тиіп, шоқ қалғандарын жақын арада болатын қауіптен қорқып, қашуға мәжбүр етеді. Дүрбелеңге түскен бір топ достар ақыры ажырасып кетеді. Көп ұзамай бұл оқиға орнына келген аңшылар екені белгілі болды. Бұрмаланған Крис тағы бір нәрсені аңсады. Олардың қасына жүгіріп барып, Элленге жүгіріп барып, оны жерге тіреп, серіктесінің оған бірден көмекке келуіне жол бермеді. Алайда Шейла тасты алып, агрессорды нокаутқа түсіреді. Содан кейін бір топ әйелдер орманның қиын жолдарымен қашып кетеді. Лагерге оралғанда, Тед Ребеккаға жақындап, онымен қанша әйел болғанын сұрайды. Бұл оны сөйлесуге мәжбүр етеді. Бірақ ол табанды болып қалады және ештеңе айтпайды. Өкінішке орай, Тед серігіне оның қажеті жоқ екенін айтады. Содан кейін оны бір оқпен аяқтайды. Қалғандары Тедке телефон соғады. Ол көп ұзамай оның тобының мүшесінің айуандықпен өлтірілгенін түсінеді. Ол басқа табынушы бауырларымен бірге дұға оқып жатыр. Содан кейін көп ұзамай ол жол іздеушіден әйелдерді тауып беруін сұрайды және қажет болған жағдайда оған пышақ береді. Оны пайдалану үшін. Бұл арада достары қауіпсіз бағытты білмей адасып қалды. Алда келе жатқан жалғыз жол, дұрыс емес пішінді тастардың төбесі, егер олар жауларынан қашқысы келсе, оларға тап болу қаупі бар. Абайлаңыз, олар қорғаныс құралдарынсыз ұстап тұрып, төмен түседі. Өкінішке орай, Дженни жаңбырдан әлсіреген жотаны басып өтіп, тас құлап, Мэдисонның маңдайына соғылып, оның құлап кетуіне және жақын арада өліміне әкеледі. Бірнеше минуттан кейін, бақытымызға орай, қалғандары жерге аман есен жетіп жатыр. Олардың жүздерінде қорқыныш пен үрей бар. Олар не болғанын толық түсінбейді. Олар досынан айырылғанына қайғырады. Дегенмен, олар әрі қарай жүру керек. Шейла Мэдисондағы құрылғыны алып кетеді және олар марқұмды көтере алмайтындықтан оны сол жерде қалдырады. Олар торттарынан шайтанның кабинасын тапқанша, қалың бұтаның арасынан өтіп, пайдалы нәрсе таба алатынын білу үшін ішке кіреді. Бірнеше сағаттан кейін, түн жақындаған сайын, әйелдер не болды деп таң қалып, оларға күтпеген жерден шабуыл жасалды. Ешқандай ақылға қонымды түсініктеме бермей ақ, Кейт мұндай ер аңшылар оларды тапқанша тоқтамайтынын және олар ең жаманын күтуі керек екенін айтады. Шаршап, олар түнде сонда қалады. Келесі күні таңертең Шейла GPS-ті қосу үшін портативті зарядтағышты пайдаланады және олар көп ұзамай қонақжай және қауіпсіз болатын орынды табады. Басқа амалы жоқ. Олар жаңа жерге қарай жүре береді. Бірнеше сағат жаяу жүргеннен кейін олар үзіліс жасау үшін тоқтайды. Содан кейін Трекер Элленге жақындап, оған шабуыл жасамақшы болады. Ол қашып кетіп, достарының назарын аударып айқайлайды. Бақытымызға орай, қайғылы аяқталудың алдында жартастан секіру немесе жаумен кездесу арасында шешім қабылдағанда Шейла адамға секіреді. Қарсыластың пропорционалды емес күшіне байланысты шайқас әділетсіз. Пышақты қолданып, ессіз адам әйелді жарақаттайды. Кейт пайда болып, саятшылықтан тапқан темір шыбықты пайдаланып, қасапшымен батыл және қатыгездікпен күреседі. Эллен қарсы шабуылға көмектеседі және екеуі де жауды жардан лақтырып үлгереді. Содан кейін әйелдер Шейлаға көмектеседі, ал Кейт жарақатына таңғыш тағып, импровизация жасайды. Сол жерде қала алмай, олар досын көтеріп, басқа аңшылар тапқанша тез кетіп қалады. Бірнеше сағат өтеді, ал келесі түн жақындаған сайын, топ Шейланың жарақатына байланысты тоқтауға мәжбүр болады. Бұл оны одан сайын әлсіретеді. Достары оны алып жүруге көмектесіп, үндемейді. Жауларға ескерту жасамау үшін, олар орманда үй тапқаны үшін бақытты болуы мүмкін. Ал Кейт қауіптің бар жоғын тексеруді ұсынды. Дәрігер жасырынып, жақын маңдағы саятшылыққа барып, ішке кірді. Ол жерде ешкім жоқ екенін байқап, достарына телефон соқты. Төртеуі де ішке кіріп, жараланған досына көмектесуге тырысты. Мүмкіндігінше тезірек. Шейлаға бірдеңе беру керек екенін білген Кейт басты үйді іздейтінін айтты. Өкінішке орай, ол кетіп бара жатқанда досы ұзаққа созылмайды және сол жерде қайтыс болады. Бұл оның өмірлік серігінен айырылғаннан кейін
көзіне жас алған серіктесін эмоционалды түрде ауыртады. Сыртта Кейт жерге құлаған аспалы көпірден өтіп, үйге қарай бет алады. Ол жерден дәрі-дәрмек пен алғашқы медициналық көмек қобдишасын іздейді, бірақ ештеңе таппайды. Ол шуды естіп, кетуге бел буады. Бірақ өкінішке орай, дәл осы сәтте оны зекетаң қалдырады. Ол оны құлатады. Ол оны қабырғаға қысып тұр, бірақ ол саусақтарын оның көзіне зақым келтіріп, қашып кету үшін пайдаланады. Оның қашып кетуіне жол бермеуге тырысқанда, Кейт темір шыбықты ұстап алып, ер адамды аяқтайтын соққылар жасайды. Ол қашып кетеді және Тед пен Зеб арасындағы әңгімеге куә болады. Тед серігінен серіктесін іздеуге баруды және тек екі әйелді тірі қалдыруды сұрайды. Осылайша олар қалаған нәрселерінен ләззат алады. Осы уақытта үйде Дженни құрбысын жұбатуға тырысады. Оның қатты қорқып тұрғанын көріп, оған бұрын трекердің шабуылынан кейін алған пышағын береді. Содан кейін ол алдыңғы есікке қарай бет алады, бірақ оқтың астында қалады. Осы кезде Кейт пайда болып, оны ішке сүйреп апарады. Екінші жағынан, трекердің құлағаннан кейін аман қалғаны және Элленге шабуыл жасап, оны кабинадан лақтырып жіберген анықталды. Қасапшы оны аяқтауға тырысады. Бірақ ашуланған және серіктесінен кек алғысы келген Эллен өзінің күшін пайдаланып, жауына аяусыз пышақ соғып, осылайша оның соңын жақындатады. Үйдің ішінде кенеттен Тед пайда болып, қалған екеуінің қашып кетуіне жол бермейді. Кенеттен Эллен кіріп келіп, оны пышақпен жарақаттайды. Оның қолайсыз жағдайға тап болғанын көрген ер адам кетіп, кабинадан алыстап кетеді. Олар Дженнидің жарасын тексергенде, олар қуанады. Өйткені ол тек иығына тиген. Күннің жақын арада шығатынын білген Кейт Элленнен Дженнидің бұл жерден кетуіне көмектесуін сұрайды. Ал ол қылмыскерлердің жетекшісімен бетпе-бет келуге бел буады. Келесі көріністе Эллен сыртта Кейтпен жаңа кездесуді күтіп тұрғанын көреді. Бірақ дәл осы сәтте Зеб абайлап кіріп, жараланған Дженнидің алдында өзін ұстайды. Ол оның таза екенін сұрайды. Оған әйел өлмеу үшін иә деп жауап береді. Ол алаңдап, қаруын алып бара жатқанда, ол өзімен бірге болған жүзді мойнына жабыстырып, оны осылай өлтіреді. Алыстап бара жатып, Кейт Тедті абайсызда ұстап алып, одан пышақты алып, тағы 3 рет пышақтап тастайды. Алайда жау айлакер және өлуден бас тартады. Ол оны жерге тастап, оны өлімнің мейіріміне қалдырады. Ол қаруын алып жатқанда, Кейт пышақты тез ұстап алып, Тедтің қолынан жаралайды. Бұл оның қаруын тастауға мәжбүр етеді. Бақытымызға орай, Кейт мылтықты алып, 2 рет ойланбастан өзінің қорлаушысына оқ жаудырып, ақыры аңшы күлтіне нүкте қойды. Келесі күні таңертең келеді және Кейт достарына қайту жолын іздеп жатқан көрінеді. Бақытымызға орай, ол жолда келе жатқан көліктің дыбысын естіп, оны құтқаруға, сондай-ақ достарын құтқаруға апаратын жолды табады. Соңғы көріністе трио құшақтасып, олардың тірі екеніне және аңшылардың үрейіне